мешіт салуға қарсы тек қана Қазақстанда ма десем? Жители нескольких жилых комплексов столицы против строительства возле их домов мечети. Ресейліктерде қарсы екен. В Косино-Ухтомском районе Москвы прошла акция против строительства мечети. Главным организатором выступил Андрей Ткачук, активист, ранее позиционирующий себя как спаситель русского народа от насильной исламизации. Күлкілі нәрсе емес негізі. Жақында міне Мәскеуде мешіт саламыз деп, сол жергілікті мұсылмандар бірігіп, жер алып, бір жақсы мешіттің, яғни үлкен бір 60 мыңдық мешіт саламыз деген екен. Бірақ бұл үлкен резонанс тудырып, мәскеуліктер, басқа дін өкілдері, басқа мәскеулік, яғни тұрғындар қарсы шығып, митинг жариялап, өздерінің қарсылығын білдіруде. Талай блогерлер шығып, мұсылмандарға, ислам дініне деген бір жаман-жаман сөздерін айтты. Бұл жерде мынандай мәселе, бізде де Қазақстан елінде де бір мешіт біреу салып атса, мешіт тұрғызып жатса, айтып атады, неге мешіт сала бересіңдер, неге мектеп салмайсыңдар, бірне жол салмайсыңдар деп айтады. Біз алдында да айтқанбыз, мектеп, жол, интернат, басқа салуға ол мемлекеттің бюджеті бар. Ал мешіт салатын, болмаса церковь салатын, синагога салатын, ол өкімет ешқандай ондай бюджеттен ақша бөлмейді. Жеке кәсіпкерлері ғана салады, ерікті түрде. Сондықтан ол Мәскеуде де сондай жағдай. Білесіздер, Мәскеуде, жалпы Россияда 6 ай қыс болады, күн суық, сырость. Сондықтан көптеген мұсылмандар, Мәскеуде 25 миллион шақты тұрғындар бар, бірақ соның 5 миллиондайы ол мұсылмандар. Кавказ елінен, СНГ еліне, Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан, Татарстан, Башкирия, барлық мұсылмандар соғы бар, өмір сүріп атқан, сөзде жұмыс істеп атқан адамдар 5 миллион мұсылман бар. Сол 5 миллион мұсылмандар жұма намаздарында, айт намаздарында, қай жерде намаз оқиды? Далада оқиды, қарда оқиды, жаңбырда оқиды. Ал Мәскеуде мешіттер азақ, санаулы ғана. Олардың бәріне сыйдыру мүмкін емес. Сондықтан да мен ойлаймын, жалпы қай дін өкілі болсын, қай діннің ғимараты болсын, олардың көп болса, ол жаман болмайды. Өйткені ол бір диско бар емес, ол бір азартны ойнайтын бір клубтар емес. Ол жерде жын шайтанның билігі өтпейді. Керісінше адамдар рухани қанағаттанады. Мейлі ол мұсылман болсын, мейлі ол христиан болсын, мейлі ол бір басқа яхуди болсын. Рухани дамыған адам, рухани бай болған адам ешқашан қоғамға зияны тимейді ағайын.